Сәлем достар, сіздермен бірге призма арнасы. Қазіргі таңда виртуалды ойындар өте көп, оны ойнайтын адамдар да аз емес. Ойындар адамдардың ойнауы үшін жасалған, бірақ кей кездерде ойынның қызығына кіріп 24 сағат тоқтамай ойнайтын адамдар да баршылық. Тіпті кейбіреулері қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін. Бүгінгі видеода дәл осы тақырыпқа түсірілген болатын. Егер сіз еңбегімізді кішкене болсын бағаласаңыз, осы видеоға лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл біз үшін үлкен мотивация. Алғашқы кейіпкеріміз 32 жастағы Шей атты Қытай жігіті. 3 күн тоқтаусыз ойыннан соң инфаркт алып көз жұмған. Ол жұмыссыз болған соң өмірінің көп бөлігін ойын ойнап өткізетін. Ал 35 жастағы 3 баланың әкесі Летний Брайан 24 сағат бойы World of Tanks ойынын ойнап, демалуды ұмытып кетеді. Ұйқысы келсе де ұйықтамауға тырысады, сондықтан ыңғайсыз құлап көз жұмған. 17 жастағы Рустам атты жігіт Dota ойынның жанкүйері әр хакер болатын. Аяғының сыну себебінен ол 1,5 жылға төсекке таңылады. Алғашқы 22 күнінде мүлдем тоқтаусыз ойынға кіріп кетеді. Ол аз көлемде ұйықтап, тек чипсымен қарын тойғызады, және 22-ші күні көз жұмады. Өлімінің басты себебі физикалық қимыл қозғалысының болмау әсерінен қан айналымы бәсеңдеуі болған. Джозеф Дейли және оның досы Питер Буковский ең алғашқы ойын үшін құрбан болғандар болып саналады. Берсерк атты ойынды ойнау арқылы рекорд қоюды мақсат еткен. Рекорд қою үшін оларға өте көп ойнау керек болатын. Джозеф бірінші көз жұмды, себебі әр жеңілісті жүрегіне жақын алу әсерінен жүрегі тоқтап қалған. Арада 1 жыл өткен соң досы да дәл сол жағдайда қайтыс болды. Қытайлық тағы да бір геймер тоқтаусыз 27 күн немесе 650 сағат ойын ойнайды. Ол бұл уақыт аралығында күннен небәрі бірнеше сағат қана ұйықтап, тез дайындалатын рамион жеген болатын. Дәл осы дұрыс тамақтанбау әсерінен көз жұмған. Достар, кез келген ойын көп ойнаған жағдайда зиян. Сондықтан видео ойындарды ойнамаған жөн. Видео ойындарды көп ойнайтын адам виртуалды әлемге кіріп кетіп, шынайы өмірі қызықсыз болып қалады. Достар, егер бүгінгі видео ұнаған болса, тегін лайкты басып арнаға жазылып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.